Университеті, Евразиат, Нұр-Сұлтан қаласы. Бүгін Астананың кубогын біз жеңіп алмасақ жарамас. Себебі ерекше осы жылы мерекені тойлап жатыр құртар. 21-ге толдық, клубқа кіретін болдық, вентилятормен. Тоқташ, Айбар, 21-ге толдық, клубқа кіретін болдық, түсінікті. Вентилятор не үшін? Енді клубтың алдында жазылып тұрған жоқ па, будет жарко деп. Ассалаумағалейкум! Құрметті достар, бүгін біз сіздерге бір шындық айтайын деп отырмыз. Біздер базарда телефон жөндейміз. Сабақтан бос кезде, студентпіз ғой. Құрметті қыздар, сіздер біздерге телефондарыңды жөндетуге тастап кеткен кезде ішін ашпайды, қарамайды деп ойлайтын шығарсыздар. Біздер қараймыз. Біздер біраз нәрсе білеміз негізі. Құрметті жігіттер, біздер сендердікінде қараймыз. Google'дағы историяларын тазалап жүрмейсіңдер ма? Жігіттер, мына әзілдерін қазылар алқасына ұнамайды. Бізге өзгеру керек. Біріншіден, бізге команданың атын өзгерту керек. Ал не деп өзгертеміз ал? Тағдыр деп. Неге тағдыр деп? Енді ойлашы өзің. Тағдырға ешкім қарсы шыға алмайды ғой. Рас. Ал тағы не өзгертеміз? Сосын капитан мен болайын. Неге сен боласың? Себебі мен өзім айтқанды басқаларға істете алам. Мысалы, экранға назар аударайын. Ал? Айттым ғой, істете алам деп. Жігіттер, біздер біреуге бір нәрсе ұнамай қалса өзгере беретін заңдар емеспіз ғой. Өзгермей-ақ өзіміз болып, өз күшімізбен жеңіске жетекші. Оның үстіне бүгін Астананың кубогы. Соған бірдеме дайындадыңдар ма? Дайындадық. Сонымен көреміз, қойдың ішінде болған оқиға. Тоқтат. Сендердің мына қой туралы әзілдерің үшін Олимпиада чемпионы Бақтияр Ақтаев ағамыз жынданып кетіп, жүгіріп келіп төсіңнен бол ұрса, не істейсің ал? Қарап тұрмайсың ғой. Олимпиада чемпионы күн таяқ жеп тұрмайсың ғой. Қашасың ғой тек бұлай. Ендеше біз де қарап тұрмаймыз, кетті! Батамен қыз сындырып тұрған ата. Батам батпасын. Батам жерде жатпасын. Еш жамандық болмасын, о тәңірім қолдасын. Әумейін. Ері-берем артынан, неге қайтпай босы қарқынан, күнімен ойланам, неге ере-беремін деп артынан, неге? Геннадий Головкиннан жеңіліп қалған боксшылардың анонимдік клубы. Саламатсыздар ма? Менің есімім Стив. Мен 4-ші раундта нокаутқа кетіп қалдым. Саламатсыз, менің есімім Энтони. Мен қазылардың алқасы бойынша шешім бойынша ұтылып қалдым. Сіңізге не болды? Жай ғана кәмпит жеп тұрмын. Ері-берем артынан, неге қайтпай босы қарқынан, күнімен ойланам, неге ере-беремін деп артынан, неге? Қызықты ақпарат. Қарғалар 500 жыл өмір сүреді. Сонымен Совет үкіметі кезінен келе жатқан қарға. Мына мен дейтін, сонау Емельян Пугачевтің көзін көрген қарғам. Рогатка атпаңдар. Аталарыңмен жасты қарғаға рогатка ат. Онан! Ері-берем артынан, неге қайтпай босы қарқынан, күнімен ойланам, неге ере-беремін деп артынан, неге? Қазіргі таңда сетевой маркетинг саласы өте қарқынды дамуда. Сонымен марапаттау сәті. Сонымен бүгінгі кештің қорытындысы бойынша жеңіске жеткен Астана фитнес аккаунты. Сізге бізден сыйақы, енді осы жеңіске қалай жеткеніңізді айтып берсеңіз. Енді бұл жеңіс маған оңайға туған жоқ. Енді алдымен Айгүл апама рахмет айтам. Енді мені тартты, мен ана тартты. Енді 5 жылдың ішінде енді 5 миллион теңгедей салдым. Алып отқан 100 мың теңге сертификаты. Талай адам қаныш, талай адам жүйкесін тозды. Ері-берем артынан, неге қайтпай босы қарқынан, күнімен ойланам, неге ере-беремін деп
Мектепте артық әзілдегенді ұнатпайтын дәл осындай қыздар болады. Сөйтіп тұрады да олимпиада чемпион деп қарап тұрмайсың ғой дейді. Ха-ха. Прикол. Приколыңа фрикол. Ха-ха, КВНчиксің. Өтпей қалып, түсіндің ба? Өтпей қалып. КВНчик деген сайын не бір? Оны қош кеше бір пранк жасап кетті дейсің ғой. А? Дейсің ғой? Ал демейм, ал не істейсің ал? Дейсің ғой, деп қояды десей мына жерде тұр уже барлығы. Шаршаттыңдар, мына сендерге қудырту әлі емес, мынау 9-бі. Бибі Ғайша, сен біздің құқығымызды білесің ба? Видеоға түсіріп аламын комиссия. Не? Рахмет. Құрметті достар, ойын соңында еліміз үшін өте маңызды оқиға жайында. Барлығымыз оның жеңетінін білдік. Және қолымыздан келгенінің барлығын жасадық, қолдадық, айқайладық. Және ең бастысы біз сол кісі үшін ұйқымыздан ояндық. Алға Геннадий Головкин. Сахнада өнер көрсеткен астаналық Евразиат. Рахмет. Бұл біздің ең оңас білім ордасы, о баста негізін қалап деген